Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Аллахым жасап атқан құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Енді рухани сапарға шыққан екенсіздер. Бұндай сапарда негізі адам өзінің рухани бір азық алып кетсе деген мағынада мен сабақтар өткіземін. Әлбетте, енді сіздердің мынау жүріс-тұрыстағы сұрақтарыңызға да жауап беріп жатамыз ғой. Мынау қалай ихрам кию керек, қайтсе не болып қалады, басқа деген. Енді ол бір математикалық сұрақ жауап сияқты ғой. Енді екі жердегі екі қанша деген сияқты сұрақтар. Олар енді барынша кітап оқыған адамға оңай. Дегенменен біздің дініміз тек ондай нәрседен тұрмайды. Біздің дініміз рухани сапардан тұрады. Адам осы өмірге келеді екен, өлгенше рухани баспалдағы таусылмайды оның. Ол шыға береді. Және де әр шыққан сайын Аллаға жақындай береді. Біреудің баспалдағы биік шығар, біреудікі майда шығар, біреудікі кең шығар. Әр түрлі баспалдақ, бірінің баспалдағын бірі баспайды. Қызық жері бұл өмірдің. Мынау умраға келіп жатсыздар. Аллахым қабыл етсін. Кітаптар көп айтатын мәселелер көп. Дегенменен осы сіздер бір азық алып кетсін деген мақсатта бүгін сол Аллаға деген түсінік мәселелеріндегі бірнеше түсініктерді айтып кеткім келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан келген хадис бар. Сол хадисті біз тұтсақ екен, алға. Бір адам ауырса дейді да, Алла тағала ол кісіге екі періште жөнетеді екен. Екі періште жөнетеді екен да, екеуің куә болыңдар дейді екен. Не істеп жатыр ана пендем дейді. Осы жерге шейінгі сөздің өзі бізге бір нәрсені білдіреді. Яғни Алла тағала басымызға не берсе де сынайды екен ғой. Қуаныш берсе де, қайғы берсе де, не берсе де сынайды екен ғой. Яғни ауру береді екен бір пендесіне. Сөйтіп екі періште жөнетіп, ал куә болыңдар дейді. Қараңызшы, осының өзі уже бірден түсінікті болады. Бізге екі періште жөнетеді. Не үшін? Ол екеуі куәгерлікке келді да тек қана. Пендем не деп жатыр? Деп екеуінен сұрайды. Алла білуші ғой, бірақ. Алла білуші болғанменен, ана екі періште куә болса, қиямет күні ол екі куә біздің жанымызда тұрады да. Түсінесіз ба? Сол екі періште куәлікке өтіп тұрады. Сонда сұрайды екен, не істеп жатыр? Не дейді екен десе, Аллахым сені мақтап жатыр дейді екен. Өз ауру. Бірақ Алланыкіміз ғой, Құда қаласа деп мақтап жатыр дейді. Осы жерден тағы бір нүкте. Көп адамдарда осы біздің ислам дінінде мысалы имамдарымыз шүкіршілік етіңдер деп неде айтады, мешітте айтады. Соны жұрттар дұрыс түсінбейді. Себебі ойлайды, шүкіршілік дегеніміз көмпіс бола сал деп ойлайды. Ол ондай емес мағынасы. Яғни көне бер деген сөз емес. Шүкір деген сөздің мағынасы рахмет айту деген сөз. Рахмет айту. Мынау түрік тілінде рахмет деген сөз тәшәккүр деп айтады. Сіздер араб елінде жүрсіздер, шүкір деп айтады оның мағынасы. Шүкран дейді. Рахмет деген сөз да, бір нәрсе бір такси сізді бір жерге апарып тастады ма? Шүкран, рахмет деген сөз. Яғни біздің қазақта да ол қолданады. Шүкір, рахмет. Бірақ рахмет дегенді қандай уақытта айтады адам? Жауап ретінде айтады біріншіден, екіншіден қандай көңіл күймен айтады? Риза болғанда ғана айтады. Негіз шын мәнінде да енді рахмет дегенді анда кекету мағынасын айтып атқан жоқпын. Басқа мағыналар тіке өзінің қолданыстағы мағынасы ризашылығын білдіру. Дұрыс па? Яғни Аллаға шүкір ет деген сөз, Аллаға ризашылығыңды білдір деген сөз. Риза бола білу. Барыңа риза болудың өзі үлкен нәрсеген. Қазіргі заманауи психологияның өзіше неше түрлі әдіс қолданады ғой. Өйткеніше сіз барыңызға риза болмасаңыз бар ғой, адам өзінің ішіндегі нәпсісі өз-өзін жеп бітіреді екен ғой, түгін қалдырмайды. Сонда қараңыз, періште
екі періште келді, ауырып жатыр, Алланың әмірімен келді, куә болды, Алла білуші, бірақ сұрайды. Мына пендем не деп жатыр деген кезінде ризашылығын білдіріп жатыр дейді саған. Бұдан тағы сабақ. Біздің басымызға қиыншылық түссе де, сол жерден жақсылық көре білу. Бұл өмірімізге де сабақ. Біз өзіміз ойлаймыз, басымызға неше түрлі негатив келеді деп ойлаймыз. Проблемалар, ана жерде ауырып қалдың, мына жерде ақшаң таусылып қалды, мына жерде мына қисық жолың жүрмей қалды. Көп қоя проблемалар. Қазірдің өзі, мысалы, өткенде сапарда келе жатқанымызда да Құдайдан, Тағаладан сұраңыздар деп қанша айтып жатырмыз, мысалы. Сол кезде кейбіреулердің енді дыбысынан, сөзінен біліп қаласыз ғой, мысалы, басындағы проблемасын Алла Тағалаға жайып жатыр. Ол жақсы нәрсе. Дұрыс, проблемаңызды айта білу. Проблеманы ше негізі адамға айтпайды. Адамға айтылмайды проблеманы. Тек адамға айтатын проблемаңыз сол адам шынымен жәрдем бере алса ғана айтылу керек екен. Яғни тікелей қатысы бар болса проблема айтыңыз. Әсіресе бұл әйел кісілерге. Өйткені мен білем, әйел кісілерде көпшілігінде эмоция болады, эмоциямен біреумен бөліскісі келеді. Сөйтеді де өзінің жан досы, жаңа апа сіңлісі, сондайларға ішіндегі проблемасын жайып салады. Бірақ бұл қате. Бұл шариғат жағынан да қате, психология жағынан да қате. Шариғат жағынан қателігі сондай, сіз ішкі проблемаңызды айту арқылы сіз біреуді жамандап қоюыңыз мүмкін. Ғайбат айтып қоюыңыз мүмкін. Біріншіден, екіншіден сырыңызды айтып қоюыңыз мүмкін. Халқымыз әуел баста айтады, ішкі нәрсені сыртқа тасымау керек. Бұл жанұяның, үйленген болсаңыз да, үйленбеген болсаңыз да сол. Сіз тұрған жанұяның ішкі саясаты сыртқа қарай шықпау керек. Ішкі саясат ол іште қалу керек. Өйткені ішкі саясат сыртқа шықса, сіздің жанұяңыздың проблемасы сыртқа шықса, онымен шешілмейді ол нәрсе. Ол керісінше өсек болып тарқайта, ол керісінше жаман болып қайтады сізге. А психологияда, мысалы анау, біреуге ішіңіздегі проблеманы айтса, жеңілдеген сияқты боласыз ғой, қатысы жоқ адамға болса айтсаңыз да. Бірақ ол ше дофамин шұқырларының біреуі да, тұзақтарының біреуі. Сіз тұзаққа түсесіз. Соны айтқанда бір рахат алған сияқты боласыз да. Бірақ ол бітпейді. Тағы айта бересіз, тағы айта бересіз да, жоғардағыдай қайтадан өзіңіздің жанұяңызға проблема тауып алып келесіз. Енді не істейміз? Біз ішкі жанұямыздың проблемасын сыртқа айтуға қақымыз жоқ. Бұл бірінші ереже да. Екіншісі, тек қана тікелей жәрдем береді деген адамға және жәрдем беру мүмкін деген жерін ғана айтамыз. Бәрін емес. Проблеманың бәрін емес. Сол жерін, сол қойған сұраққа қарай жан-жағын шығара бастаймыз сосын. Мысалы, сұрақ қою мүмкін ғой. Не жағынан алдыма келдің? Не проблема бар? Сосын айтасыз, мысалы, Молдеке, мен проблемамен келдім. Қандай проблема? Жолдасымыз екеуміз ұрсып қалдық. Жақсы. Не жағынан? Сол жай-жай сұрақпенен, тәртіппенен, ретпенен не қылады. Болмаса, не проблема келді десе, баяғыда 1999 жылы деп тұр бастамайсыз да әңгімені. Жаңағыдай. Нақты болады сұраққа жауаппенен әдемі проблема шешіледі. Тіпті кейдеше, егер сұрақ қоюшы адам дұрыс сұрақ қойса, оның жауабынан көрі сіздің сұрағыңыздың өзі сізді ашып береді да. Бірден Эврика дейсіз. Болды, жауабын таптым дейсіз. Рахмет, Молдеке. Мен бітірген жоқпын ғой, жоқ, мен тауып қойдым жауабын. Өйткені сұрақты дұрыс қойылса болды да, адам жауабын тауып алады. Хадиске оралайық. Сол үшін Алла Тағаланы екі періштені куә қылып қойды да сұрайды. Пендем не істеп жатыр дегенде, саған ризашылығын білдіріп жатыр. Өйткені адам өзінің өміріне дұрыс баға білетін адам ғана өзінің басындағы барлық нәрседен жақсылық көре алады. Түсініп алыңыз. Өзінің өміріне дұрыс баға беретін адам ғана, яғни өзіміздің өмірімізге дұрыс баға беруіміз керек екен. Сонда ғана біз басымызға түскен проблема болсын, қуаныш болсын, соның артындағысын көре аламыз. Кейбіреулер бар ғой, ойлайды, маған бір қуаныш хабар келді деп ойлайды, сол қуаныштың артынан сен таяқ жеуің мүмкін да. Мысалы айтайық, біреудің затын сұрамай алып қойды.
Былай қарағанда күшті ғой, бір мал дүниеге еге болды. Бірақ түсінесің ба, сен сұрамай алғаның үшін кісінің ақысы бар. Адам баласы өлсеше, бір адамның инесін, жібін, ине жіптегі жібіне шейін сұралады екен ғой, рұқсатсыз алған. Ана маған сұрақ қояды, Молдеке дейді. Мен түсімде дүниеден өтіп кеткен әкемді, анамды қайта-қайта көріп жатырмын дейді. Неден ол дейді? Сол түс жорығанда соның мағыналарының біреуі, қайта-қайта көрудегі мағыналардың біреуі, ата-анаңның біреуде қарызы бар. Сол қарыз адам есіне түсіріп жатыр. Сол қарызын құтылуды іздеу керек. Ең қызық жері, сол үшін молдалар садақа бер деп айтатыны содан. Өйткені сіз садақа берсеңіз, әлгі кісінің Құда қаласа қарызын сіз тауып бере алмасаңыз да, Құда қаласа сол берілген садақа арқылы ана кісінің қарызы жабылады. Кішкентай болса да, бірақ қандай екенін Құдай біледі. Сол үшін қайтқан адамға садақа беріп тұрған жақсы сыртынан. Бұл біздің халқымыздан қалған, бекерге қалмаған дәстүр. Сол үшін анау Құран оқып, Құран бағыштайтыны, дұға қылшы дейтіні, жетім жесірге жеті шелпек тарқататын, жетім жесірге жаңа бір нәрсе береді. Бұның барлығы бекер емес. Дүниеден өткен адамдарға қандай да бір жақсылық болса да тисін деген мағына. Хадиске оралайық. Сонда әлгі екі періште айтады, ол кісі ризалығын білдіріп жатыр. Өз ауырып тұр да болмаса ше, Құдайға шүкір деп ризалығын білдіріп жатыр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадис келеді. Мұсылман адам қандай керемет дейді. Басына бір ауыртпашылық тисе, көп шүкірдің жолын тауып алады дейді. Мысал айтады ғой жаңағы. Оны халқымыз да баяғыдан айтып қойған. Бас жарылса қай жерде дейді? Бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деген сөз бар да. Бұл пайғамбарымыздың хадисімен дәлме-дәл келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис келгенде дәл сонда айтылады. Мұсылманның басына бір ауыртпашылық тисе, Құдайға шүкір, одан да үлкені болмағанға дейді екен ғой. Менде мынандай проблема дейді екен, анандай болып кетпегеніне. Яғни бұл қарапайым өзіне шүкірлік іздеудің жолы да. Ал егер Алланың берген хатын оқи алатын адам болса, ол оның ар жағында басқа нәрсе көреді. Ол бірден түсінеді мынау хат не үшін келгенін. Иншалла мүмкін сабақтарымызда ол да айтылар. Бірақ әлгі хадисті келейікші. Сонда сол бір шүкірлігінің себебінен Алла тағала айтады екен ғой. Ендеше сен екеуің куә болыңдар. Мен осы ауруға шыдап сабырлық қылғандығы үшін мен оған өзінің ағып тұрғанынан жақсы қан беремін. Денесіндегі еттен гөрі оған жақсы ет берем дейді екен. Медицинада қазіргі кезде, соңғы кезде бір қызық жаңалық оқыдым. Мен сол үшін хадисті айтып келіп отырмын. Адам ауырғаннан кейін, егер дұрыс күтіне алса, әрбір ауру адамды жаңартуға келеді екен ғой. Аурудың себебінен кейде жұмыс істемей қалған клеткалар қайта жұмысқа кірісе бастайды. Қан жүрмей қалған жерлерге қан жаңарады. Ет жүрмей қалған жерлерге ет жаңарады. Яғни жаңару процесі реттеле бастайды. Кейбір жүрмей қалған дұрыс емес деп тұрған гормондар реттеледі екен. Біз ойлаймыз ғой, ауру келді, бітті, проблема келді деп ойлаймыз. Жоқ. Әрдайым ондай бола бермейді. Иә, кейбір аурулар адамды тоздырып, өмірден оздыру үшін келетін шығар. Ол бір себептердің біреуі ғана. Ал бірақ кейбір аурулар адамды жасарту үшін, жаңарту үшін да келеді екен. Өмірге басқа көзқараспен қарату үшін де келеді екен. Осы жерде, осы хадис бітпей тұрып, мен бір қағида айтқым келеді. Джалалдин Руми деген әулие кісі өткен. Және де Шамс Тибризи деген кісі де әулие кісі өткен. Осы екі кісінің сөздерін жинақтаған бір керемет жазушы кісі
40 махаббат ережелері деген кітап жазады. Ол орыс тілінде де бар, ағылшын тілінде де бар, түрік тілінде де бар, араб тілінде де бар. Мен енді арабшасын оқыдым. Ана кітаптарды да көрдім. Мен сол айтқан тілімнің бәрі маған жеңіл болғанмен, арабша жеңілдеу екен. Сонда байқағаным, сол 40 ережені хат сияқты жазады, ұстаздары шәкіртімен бірге хат алысады. Сол хаттың арасынан тауып аласыз да, бұл оқыс бір керемет қылып жазылады. Дегенмен мен сол ережелерді 40 ереже ғой, енді анда-санда біз 40 күн бола алмаймыз бұл жерде. Күніге бір ереже айтатын. Дегенменен әр жерінен теріп, әр отырысымызда сол Аллаға деген махаббат ережесінің бір ережесін айтқым келеді. Өйткені сіздер бұл сапарды рухани сапар деп қайтып айттым ғой. Аллаға деген махаббатты іздеп келген шығарсыздар деп ойлаймын. Осы сапарларыңызда сол Аллаға деген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға деген махаббат алып келген шығар иншалла сіздер. Ендеше сол махаббат ережесі арқылы, ережелер арқылы біз Алланы танысақ, Аллаға жақындасақ. Сол ережелердің біріншісі, мен номерменен келесі жолы айтпай қоям, біріншісі былай деп айтады. Алла менен араңдағы байланысты сен өзіңнің нәпсіңмен байланыс арқылы айнадан көргендей көре аласың дейді. Яғни сен өзіңнің нәпсіңмен қалай байланысасың, Алла менен араңдағы байланысты содан көре аласың дейді. Екеуі айна дейді бір-біріне. О кісінің даналығы ғой, қарсаңшы. Сөйтіп сөзін жалғап айтады. Егер сен жүрегіңе қара дейді, Алла тағала саған қандай деген сұраққа жауап бергің келсе, көрші дейді өзіңе. Егер сен Аллах деген кезде жүрегіңде бір қорқыныш, ауыртпашылық, өз-өзіңді жазалау тұрса, онда сенің ішің сондай, Алла менен араңдағы байланыс сондай дейді. Бұны жамандап атқан жоқ, бірақ байланысыңызды реттеңіз деп жатыр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін дәлме-дәл келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис келеді. Хадис құдсида айтады да, мен Алла тағала өзінің тілімен, пайғамбардың аузымен айтып жатыр өзінің атынан. Мен пендемнің ойындамын дейді. Пендем мен жайлы қалай ойласа, мен сондаймын дейді. Бұл хадисті бәріңіз білесіздер, көпшілігіңіз білесіздер. Яғни сіз Алла туралы қалай ойласаңыз, Алла сондай. Өйткеніше Алла тағала біздің ақылымыздан жоғары. Біздің мына дүниенің есебінен жоғары тұрғаннан кейін біздің есепке келмейді. Сондықтан бізге жеңіл болу үшін Алла тағала 99 есім сипатын беріп таныстырды бізге да. Үйтпесе біз оны тани алмаймыз ғой. Сондықтан тануымыз тағы да жеңіл болу үшін осындай хадис айтты да, сен Құдай туралы қалай ойласаң, Құдай сондай деді. Ал енді соны әулие кісі біздің өмірге былай деп әсем қылып түсіндіріп береді ғой. Сен ішіңде Құдай тағаланы қалай көрсең, сол айна дейді да. Сен сол нәпсіңменен дұрыс аралас дейді. Негізі бар ғой, Алла тағаланы біз мейірімді, жомарт, кең деп көрсек, Алла тағала сондай. Ал енді өзіңіз жаңа жоғарыда айтқандай, қатыгез, қорқытатын, жаңағыдегі былай жүрсең таяғын жейсің, сондай деп көрсең, онда сен сондай қылып түсінесің. Бірақ білесіз ба, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам анық айтқан әсем сөзі бар. Хадис құдсида келеді. Менің мейірімім ашуымды баурап алады дейді. Түсінесіз ба? Алла тағаланың мейірімі Алланың ашуының үстінде тұрады. Одан биік, оны баурап алады. Біз Алланы тани бермейміз ғой, түсінесіз? Біздің ішкі надандығымыздың себебінен, өзіміздің ақылымызбен араласып жүргеннің себебінен біз Алланы сөйтіп танимыз. Бірақ сол Алланы тануда біз бірнеше қателіктер жасаймыз. Солардың біреуі, сол Алланы дұрыс танымағандық себептен біз күнәға барамыз. Алланы дұрыс таппаған себептен біз ғибадатымыздың дәмінен айырыламыз. Мысалы, қазірдің өзі
Умрада көп адам жүреді. Мына Қағбаға баруға ерінеді. Немесе барғанда Алланы таппайды, сол жердегі басқа нәрсені іздейді. Сіз не іздеп барғаныңызды ойласаңызшы. Әңгіме сондай емес па? Баяғыда бір әулие кісі отырған екен. Сонда жанына бір кісі сұрапты. Шәкіртінің жанында отқан ғой. Сөйтсе бір кісі сұрап, пәленше, Құдай жоқ қой депті да. Сөйтсе, иә депті. Кетіп қапты. Екіншісі, Құдай бар ма депті. Иә депті. Ол да кетіп қапты. Үшіншісі келіп, маған Құдайды көрсет десе, жаныма отыр депті. Сосын шәкірті сұрапты да, құрметті ұстаз, ана біреу Құдай жоқ деп айтып кетті, сіз иә дедіңіз, бұл қалай болды депті, дұрыс емес қой бұл деп. Жан күйіп жатыр екен да. Бар дегенге бар дей салдым, жоқ дегенге жоқ дей салдым, бұл қалай бұл десе. Өйткені бірінші келген адам құлағы керең, көзі соқыр еді депті. Сол үшін мен оған жоқ қой дегесін иә дедім. Бірақ ол адам іздейді дейді да, менен кеткеннен кейін. Ал енді мен оған бар деп айтсам, ол маған ерексейін деп тұр дейді. Өзінің жоқ дегенін таласқысы келіп тұр да, келіп. Құдай жоқ қой, деп тұр да. Қазір бар десең, жатып алып таласады. Оған бірақ қанша дәлел десең де, ол Құдайды танымаған адам, оны артығын көрмейді оны. Мен оның бар жоқ деген жауабы арқылы мен Құдайға серік қосу, немесе Құдайға күнәһар болудағы мағына емес еді. Менің айтқым келгені оның бетіне айнасын кім екенін көрсетіп бердім дейді. Яғни қолындағы ашып бергенде, мына айна, қарада өзіңді көр дегендей да. Анау қазір мен соны бірден ести сағасын, ол дұрыс емес сөзді естіді ғой. Өйткені ана кісі Құдайға сенетін адам, әулие адам, бәрі біледі. Енді барып тұр, Құдай жоқ қой десең, иә дей салғасын, ана адамда парадокс пайда болады ғой. Қалай енді жоқ болып қалды ол. Ана бар еді ғой, бар болғасын сиынып отыр ғой ол. Ойлана бастайды да, сосын дұрыс емес жауап естігеннен кейін адамда өзгеріс пайда болады. Ізденіс пайда болады. Ал екіншісі, Құдай бар ғой деп еді, ол іздеп жүреді, бар дедім дейді. Ол жауабын алды да, мәз болып кетіп қалды дейді. Ал біреу мүлде адасып жүрген еді. Екеуінің ортасында еді дейді да. Ана екеуі де жол тапқан адам ғой, біреу соқыр, біреу көз ашық. А мынаусы жол іздеп жүр. Маған Құдайды көрсетші дегесін, жаныма отыр деп айттым дейді да. Жаныма отыр. Енді сөйлесеміз деп та. Сол сияқты құрметті бауырлар. Мына дүниеде бір адамдар бар. Өзіне шешім шығарып қойған. Жол тауып алған сияқты да ол адам. Шешім шығарып қойған. Бітті. Сіз ол адамға мына жол тура жол деп көрсетсеңше, оны түсінбейді. А бір адам бар, ізденісте. Оған тура жолды көрсетсеңіз ойланады, ақылменен, пікірменен, жанымен, түбімен ойланады. Мен осы сөздерді де сіздерге айтып атқан себебім, сіздер осы сапар, рухани сапар, ізденіс сапары. Раббыларымызды табатын сапар. Осы жердегі басымызда өтіп атқан барлық уақиғалар, жолығып атқан барлық адамдар, сіздің көзіңізбен көріп атқан барлық уақиғалардың барлығы сізге сабақ үшін. Көзіңізді ашсаңыз, соның ішінде сізге Алланың хаты бар. Сіздің барлық құлшылығыңыз, қазіргі орындап атқан құлшылығыңыздың бәрінде сіздің ізденісіңіз тұр. Егер дұрыс түсіне алсаңыз. Неге бұны бүйтіп терең айтып кетті демеңіз? Себебі дін бұл адамның жүрегінің түбіндегі рухани байлық. Бұл тереңде жатқан нәрсе. Бұл математика емес, 2-ге 2-ні қоссаң 4, болды, өмір бітті дейтін. Дін бұл әркімнің жүрегінің тереңінде жатқан, дип, өте түпкі тереңде жатқан шұқыр сезімдердің нәрі, соларды жиынтығы. Сол үшін осында келген адамдардың көпшілігі келгенде мынау сапардан
жеңілтек нәрсе іздемесе деймін. Жүрегіңізге үңілей алсаңыз жақсы болар еді осы сапарда. Ішіңізге қарап. Ана Қағбаны айналып жүргенде қолыңызға тәсбih алыңызда. Өзіңіз білетін зікірді айтыңызшы. Сөйтіп соны аралап жүріп, өзіңізді зерттеумен айналыссаңыз екен. Сен кімсің? Неге келдің бұл өмірге? Не алып кетесің? Не алып келдің? Не тастап кетесің? Көп адамдар осы өмірге келеді, ойлайды, материалды жағдайым болса бітті деп ойлайды. Бірақ онымен бітпейді ғой бұл өмір, түсінесіз ба? Бұл өмір материядан тұрғанменен байқайсыз ба? Ең қарапайым материя бұл ақша. Дұрыс па? Жұрттың бәрі іздеп жүрген ақша. Бірақ ақшаны не үшін іздеп жүрсің деп түбін ашсаң, аша берсең, материалны нәрсе іздемейді ақшадан. Яғни көп адам ойлайды, ақшаны не істейсің десе, машина сатып алам. Ақшаны не істейсің? Үй сатып алам. Ойлайсың ғой, міне көрдің ба? Материядан материя іздеп жүр дейді. Қате. Ол бер жағын айтып жатыр ғой. Ол бергі жағын айтып жатыр. Ар жағын сұрамадың ба? Машинаны не істейсің? Не қыласың о машинаны? Жоқ, маған әйтеуір қызметімен жарайтын көлік десе, шын айт, ол адам қайдам, ондай адамды мен көп жолықтырған емеспін. Көп адамға мысал айтайықшы. Жақсы машина келетін ақша беріңізші қолына. Мысал бір 50 миллион теңге беріңізші. Жигули сатып ала ма? Маған көлік болса болды депті. Әйтеуір наныма барам, шайыма барам, бала шағамды алып келем деп. Не қылам бұл 50 миллионды бұның? Бәрі не қылам? Маған бір 1 миллион теңгеге барып Жигули сатып ала қояйын. Маған жетеді деп. Айтыңызшы мысалы. Жоқ. Шыны керек қой, оның сатып алмақшы болған материясының артында мағынауи бір нәрсе бар ғой, түсінесіз ба? Ол өзінің ішкі жан дүниесіндегі бір тесіктерді жамағысы келеді, сол ақшаменен, материалмен. Бірақ материал оны жамамайды ғой. Материал оны жамамайды. Киімді айтыңызшы мысалы. Қазір мысалы арабтың киімін киіп алды біреулеріңіз. Біреулер бір нәрселер киіп алды. Түбінде айтсаңыз, кішкентай бір қызығуы бар болды. Бірақ сол қызығудың артында не бар деп ішін ашсаңыз ішін. Материалды нәрсе тұрмайды. Оның ішінде бір мағына тұрады. Ерекшелеу, өз-өзін бір нәрсеге ұқсату, бір нәрсеге қызығу, ерекшелеу деген қолмен ұстайтын заттар ма? Материя ма? Жоқ. Эмоция дейді. Эмоция қолмен ұсталына ма? Жоқ. Яғни біз қандай да бір материалды әлемнің ішінде тұрсақ та, материалсыз зат іздейміз. Ендеше дін материя іздейтін жер емес. Дін, мынау біздің рухани сапарымыз, умра сапарымыз, материя іздейтін зат емес. Сіз егер осы умра арқылы өзіңізге мақтаныш, өзіңізді көрсету, немесе соған ұқсайтын бір арзан, дофаминовый бір кішкентай дәм іздеп келсеңіз, қателестіңіз. Тереңірек қатсаңызшы, сізде уақыт бар әлі. Ана Қағбаға барыңыз. Ұйқыңызды азайтыңыз. Зікіріңізді көбейтіп, Құранға жақындап, пайғамбардың тарихына жақындап, өзіңізді зерттеп, анау жүректің түбіне қарай сүңгитін жерге келдіңіз. Бұл әлем бөлек әлем, өзіңіз байқадыңыз ба? Мен көп адамдардан байқаймын. Сөйтіп айтады ғой, мысалы. Кеше де бір жігіт айтып жатыр. Ең қымбат, өзің жақсы көрген бір машина сатып алсаң, бір кішкентай айдағаннан кейін тоясың дейді. Болды дейді, тоясың, болды. Бір қызығып жүріп өзің жақсы көрген бір аруды алсаң, үйленсең, біраз уақыттан кейін тоясың. Ең жақсы көретін бір керемет зәулім сарай тұрғызсаң, кішкентайдан кейін тоясың. Бірақ мына жерге келіп кеткеннен кейін қайттан келмеймін деп айтып көріңізші. Іздейсің бәрібір. Бәрібір қайтып келгің келеді. Жүрегіңнің бір бұрышы. Неге?
Өйткені бұл сіздің рухани байлығыңызды тапқан жеріңіз. Құндылық, имандылық. Бұның бәрі рухани байлық. Қорытып айтам, құрметті бауырлар. Бүгін бір айтқан мәселеде, хадисте бірнеше пайдалар келтірдік қой, дегенмен қорытып айтатыным. Алла тағала басымызға қандай жақсылық, ауыртпашылық, қиыншылық не салса да, соның артынан жақсылық көре біліңіз. Қазіргі кездің өзінде бір қандай бір негативті жағдай болып қалса да, біліңіз. Соның артында бір сабақ бар. Сол сабақты көрмей, сондай нәрсе қайталана береді сізге. Екінші нәрсе, Алла тағала біз ойлағаннан да абзал. Бірақ біздің ойымыз кішкентай ақ. Сол үшін жәрдем беру үшін айттым мен. Барлық жерден позитив көре білу бұл бақыт. Барлық жерден Алланың хикметін оқи білудің ең алғашқы баспалдағы. Және де Алла менен біздің арамыздағы махаббат баспалдағының біріншісі екен ғой. Ең бірінші баспалдағы екен. Алла туралы дұрыс ойда болу. Алла бізге басымызға не салса да, оның артында бір хайыр бар екен. Сіз бұл баспалдақты дұрыс түсінбей, Алланы сүйем деп айтқан сөзіңіз бекер сөз болады екен. Сіз әлі бірінші баспалдақтың сүрінесіз. Ал бұл бірінші баспалдақ Алланы дұрыс ойлай білу. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илейк. Мен сауалдарыңыз болса сосын қоярсыздар. Иншалла ертең осы уақытта тағы бір баспалдақ өтерміз. Иншалла.